Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз координаталық жазықтық және кеңістіктегі фигуралар бөлімі бойынша бірінші нұсқаның тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші есеп берілген фигуралардан, яғни бізде үш фигура беріліп тұр, үшбұрыш, шаршы және жұлдыз. Бірінші А тапсырмасында центрлік симметрияны таңдаңыз деген. Центрлік симметрияға бізде шаршы жатады. Сонда бірінші тапсырма, яғни А тапсырмасы шаршы екен. Келесі В тапсырмасында осьтік симметриясы бар, бірақ центрлік симметриясы жоқ. Фигураны табу керек. Ол бізде үшінші тұрған фигура, яғни жұлдыз. Сонда екінші сұрақтың жауабы жұлдыз екен. Осымен бірінші тапсырма аяқталды. Келесі екінші есеп. Екінші есепте координаталық жазықтықта нүктелерді белгіле. А, В, С, Д, Е. 4 нүкте берілген екен. Бірінші нүктелерді белгілеп алдым мен. А, В, С, Д, Е. 5 нүктені белгіледім. Одан кейінгі келесі тапсырма. А тапсырмасы. А, В қабырғасы абсцисса осімен қиылысу нүктесінің координаталарын табыңдар. Мен нүктелерді белгілеп алдым да, енді бізге А, В қабырғасы деген мені. А мен В нүктесін қостым. Сонда оның абсцисса осімен деген, яғни ол X өсі. X өсімен қиылысу нүктесін қарап тұрсақ, міне белгілеп қойдым. Оны біз -3-те 0 нүктесі деп жазып қойдық, А тапсырмасын. Келесі В тапсырмасы. АД қабырғасы ордината осімен қиылысу нүктесі. Мен енді АД нүктесін қостым, және ордината осі деген ол Y өсі. Онымен қиылысу нүктесін белгіледім, және ол нүкте бізде 0 болғанда -2 деген нүкте, яғни В тапсырмасының жауабы 0 болғанда -2 екен. Келесі С тапсырмасы. ВЕ және СД кесінділері қай нүктеде қиылысатынын жазыңыз. Демек, біз В мен Ені қостық, және С мен Д-ны қостық. Және қиылысу нүктесі мынау, мен оны белгілеп қойдым. Бұл нүкте бізде 4 болғанда 3 деген нүкте. Міне, С тапсырмасы сонда 4 болғанда 3 нүктесі екен. Осымен екінші тапсырмамыз аяқталды. Келесі бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада МНК нүктелері берілген. МНК нүктелерін бірінші координаталық жазықтықта белгілеп алдым. Міне, МНК. Енді келесі сұрақтарға жауап беру керек. Ада абсцисса осіне қатысты М нүктесіне симметриялық А нүктесінің координаттарын табыңыз. Бірінші М нүктесіне қараймыз, және абсцисса осі деген бізде X өсі, яғни X осіне қарағанда симметриялы болатын болса, мынау А нүктесі жоғарыда, жоғарыда болады. Сонда А нүктесінің координатасы 2-де 4 деген нүкте екен. Келесі В тапсырмасы ордината осіне қатысты N нүктесін симметриялы В нүктесінің координаттарын табыңыз. Енді N нүктесін алдық. Енді бұл кезде бізге абсцисса осі емес, ордината осі деп тұр. Ол демек Y-ға қарағанда симметриялы нүктені табуымыз керек. Ол бізде В нүктесі мына жерде болады екен. 3 болғанда 6 деген нүкте. Міне жазып қойдым. В 3 болғанда 6. Келесі С тапсырмасы. С нүктесінің симметриялы нүктесіне қатысты К координаттарын табыңыздар. К нүктесі берілген бізге. Енді біз абсциссаға да ордината нүктесіне де қарамаймыз. 0 нүктесіне қараймыз, Осы 0 нүктесіне қарағанда симметриялы болу керек. Демек, ол мына бетте болады. Оның координаталары -7-де -2. Міне жазып қойдым. С нүктесі -7-де -2. Осымен үшінші есебімізде аяқталды. Келесі төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада бір бөліктің алдыңғы көрінісі мен үстіңгі көрінісі бейнеленген. Енді біз қандай фигуралар екенін табуымыз керек. Біріншісіне қарасақ, үшбұрыш және астында 4 бұрыш тұр, төбесінен қарағандағы бейнесі, және алдына қарағанда үшбұрыш екен, төбесінен қарағанда шаршы болып тұр, Демек, ол бізде 4 бұрышты пирамида екен. Ал екіншісі алдынан қарағанда 4 бұрыш, ал төбесінен қарағанда
шеңбер екен. Демек ол бізде қандай фигура болады? Цилиндр болады. Ал үшіншісі, алдынан қарағандағы көрінісі үшбұрыш, ал жоғарыдан қарағандағысы шеңбер болып тұр. Демек ол конус деген фигура болады екен.